Баршаңызға сәлем қыздар, мен бүгін сізбен тез әрі өте дәмді жасалынатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді, қантымызды, жұмыртқамыз бен сұйық майымызды және де ас содасын салып, блендермен біркелкі маса болғанға дейін езіп аламыз. Массамыз біркелкі болғаннан кейін аз-аздан ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғанда осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр болып иленуі керек. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бірден қамырымызды жаямыз. Егер қамырларыңыз жайып жатқан кезде жабысса, аз-аздан ұн сеуіп жүрсеңіздер де болады. Қамырымыздың қалыңдығын 3-4 мм етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін мен осындай формада диаметрі 6 см сомен кесіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша үлкен қылып немесе кішірек етіп кесіп шықсаңыздар да болады. Осындай формамен менде 35 штук печенье шықты. Егер сіздер кішірек формамен кесетін болсаңыздар, одан да көп печенье шығады. Шетіндегі қамырларымызды жинастырып, илеп жіберіп, тағы да печенье жасап шығамыз. Печеньелерімізді противенге орналастырып, 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут, яғни қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз пісті, енді суығаннан кейін әсемдеп шығамыз. Ең алдымен ақ шоколадпен сосын қара шоколадпен видеодағыда етіп әсемдеп шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша әртүрлі қылып әсемдесеңіздер де болады. Осымен біздің печеньеміз дайын. Жасап көріңіздер, балалар сүйіп жейді. Барлықтарыңызға ас болсын.